Фатиме Мамутова, 10 yaşında. Судақ Milli Mektebi. Muallif Siran Hüseyinов. Vatanımız, takdirimiz. Не қазалы, не белявы башларымыз бар екен, асыр бар не najatымыз, тынчашай көрмеген, чеші чачко затвар, елімізге соқылған, басқынжыдан қалқымыздың омыры көмірілған. Евурларны рат етме, женетка байеріміз, рат етме, әмі хватмай бізім нұрлы әбіміз. Ахыр соның ниетіне решеймансыз var. Туғанырны медбурова ташлап кетмеге жоқ бар. Неде Құрантанын дұшман башына еткен, неде мемлекетке халқымыз жарап кеткен. Кенеуме тыныш тапса, бақ-бақчалар асыраған, адет күткен намаз қылар, ілі өтме қашаған. 1940 жылының ән қарасы, ақыладан итселемеші оғырсыз майысы. 18 центтанында автоматлар тіклене, халқымыздың қарты яшы вагонларға юклене. Паровозның кескін сесі юреклерні парчалай, бұрын бұл шығарып, санке бірде фофушнай. Бірден көче вагонлары елан капы ұзана, Уралдағы Азия қапека шығып yola. Kimse bilmey қайда кетті, не ерде, не olacak, olacak mı, қалacak mı, yoksa хол mu olacak. Zavallılar taqdırını çok yıldan soң bilecek, yarım asıriyat yerlerde asliklikte geçecek. Sağ қалғанlar сүгінлікті ашалана таптала, ләкин туған топрағында кенеде сады қала. 43 сене күрештен соң ел açıла ватанға, бала-чаға фирақ қана яныдан атқан таңға. Барысы әнді қара күнлер, дұшман башына әнсін, халқымызын ала берсін, қасебеті әксілсін. Аға қардаш білік олып, мабет яшайық, баба деді топрағымда, яны өмір башлайық.